Қуат Бораш әруақ атқан. Қызыл іңірде Темір хан ауылдың қыраттау тұсында тұрған көк күмбезді шағын мешітке тезек теріп келгендей тер-тер болып ентігіп кіргенде жас имам бұрышта малдас құрып тәспі тартып отыр еді. Әншейінде ащы сумен әуестеніп мешітті маңайламай қоймайтын жігіт ағасының ойда жоқта Құдай үйіне аяқ басып отырғанына 30-ды орталап қалған имам таңдана қарады. Етене әңгімелесіп жүрмесе де екеуі айына 1-2 рет зиратта тоқайласып тұрады. Темірхан көр қазып тиын тебен табады. Жас имам бақилық адамдардың жаназасын шығарады. Кірген бойда ассалаумағалейкум деп қолын созған Темірхан бұдан әрі ғұрыптық илтипаттарға бұрылмастан келген шаруасын тікесінен айтты. Имам мырза, бүгін күндіз маған ауылдың байшыкеші Ермұрат келіп, ауыл сыртындағы көне қорымды бірге қазуға үгіттеді. Көр қазама, жер қазама, ол өзінің шаруасы. Келген себебім нақ сол көне қорымға тиісуге болмайды. Ол бір өте киелі жер. Менің түсіндіргенімді құлағына да ілмеді. Сіз бір ауыз айтсаңыз мүмкін пиғылынан бас тартар деп ойладым. Имам бұл тақырыпқа қатысты әр жұма намазда жамағатқа айтып жүрген дағуаттарынан үзінді келтіріп, пайғамбарлар мен сахабалар өмірінен біршама хикметтерді тарқатып көргісі келген. Бірақ келгеннен кетуі тез көрініп тұрған ауылдасының уағыз тыңдайтын уақыты жоқ екенін ұқты да. Жақсы аға, ол кісіні көріп жатсам айтармын. Болмаса Алладан ниетін оңғаруға жәрдем беруін тілеп сыртынан дұға жасармын, деді 2-3 жауап беріп. Ермұрат жаратылысынан қол қусырып қарап отыруды суқаны сүймейтін қағылез жан. Қарайған пенде көрсе, ұдайы өбектеп, именшектеп, иіліп тұрады. 40-тың бел ортасынан асқан ғұмырында ол сүйекке біткен бұл мінезінен бірде алға озып, бірде жарға жығылып, икеміне көне бермейтін ит шығыс тірлікке бой ұсынып келеді. Бірақ Ермұраттың бұл мінезі есейе келе ел жұртпен тонның ішкі бауырында етене араласуына жарабақ тұр. 90-шы жылдары өзі құрыптас ауыл балалары тапқан таянған Қытайдың спирті мен құдық суының қосындысынан шыққан сасыған арақ ішіп, түн баласы көше кезіп, бір-бірінің қабағын жарып, мұрнын бұзып, сандалбай тіршілік кешіп жүргенде Ермұрат жылыстап қалаға жетіп алды. Базар жағалап, тәшки теріп жүріп біршама тиын тебенің басын құрады. Соңында сауда-саттыққа айналды. Алматының көтерме сауда базарынан ала дорбамен таразға итшелеп сағыз, темекі тасыған кезі әлі есінде. Сол сағыз бен темекіден тірнектеп құралған тиыны бүгінде қоралы қой, табынды сиыр, үйірлі жылқыға айналды. Алдартын танып малы кеш малда баққанға бітетінін білетін, ол өз ғұмырына жететін, дәулетінің құралғанын әуелі Құдайдың несібесі десе, қалғанын өзінің сарамжалдығы мен сараңдығының арқасында екенін іші сезеді. Етек жеңін жинап мал ұстағанның ырысы арта бастаған бетінде базарды біржолата қойып ауылға оралды. Ата кәсіпке құныға кірісіп, аудан басшыларының алды-артына шығып, сылап-сипап жүріп біраз жайылымдық жерді жекешелеп алды. Ол жердегі біраз уақ малы мен қамбар ата түлігінің түгі жаңарып, қора-қопсысы біраз кеңейіп қалды. Дүние-ай десеңші, Ермұрат астындағы сүліктей қара жіппен өзіне меншікті жайлауды аралаған кезде сүйексінді жалтақ мінезінен тез арылып, жоны күжірейіп, өзін адам мен құсқа билігін қатар жүргізген Сүлейман патшадай сезініп қалушы еді. Жайылған малды, жалбақтаған малшыны, жайыла аққан маңайдағы өзенді көргенде төменшік мінезі төбеге өрлеп, маңғазданып, паңдана қалады. Бір жолы қасына қойшы Керімбекті ертіп, шабындықтың жай күйін қарап,
мал түгендеп жүргенде жазық далада домбыраның төңкерілген шанағындай жеке дара тұрған төбенің жанынан өткені бар. Бұған бұрын сонды көз салмағанына таң қалды. Керімбек қожайынына жаққысы келді ме, жол бойы жағы талмай төбенің тарихы жайлы ескі көздерден естігенін тәмпіштеуге көшті. Бұл төбе баяғы заманда хан кеңес өткізетін киелі орын болыпты. Бұрын бұдан әлдеқайда биік болған деседі, деп бастады әңгімесін Керімбек. Ермұратты ертегі сарындас ұзақ сонар әңгіме жалықтыра бастаса да, басқа ермек таба алмағандықтан лашсыз тыңдап отыр. Әңгіменің бас аяғы былай өріледі. Қарауыл төбені хан арнайы тұрғыздырып, ұшар басына орнатылған алтын сүргімен сүргеленген тағында отырып, қол астындағы халықпен маслихат өткізеді екен. Ел үшін алатайдай бүлдірген қылмыскер мен ұры-қарыға сол жерде үкім кесіліп, жазаларын төбенің қақ ортасынан қазылған зынданға тасталыпты-мыс. Кейіннен жаугершілік заманда хан өзінің барша қазынасын осы төбенің астына тықтырған деседі. Аласапыран кезеңде хан жау қолынан қаза тауып, ел жұрты патшасын арулап, осы биікке қойыпты-мыс. Қазына жайлы естігенде Ермұрат елең ете қалды. Сонда бұл төбенің астында алтын бар ма? Ермұраттың төтеннен қойған сұрағына қойшы бейшара қапелімде не жауап берерін білмей дағдарып қалды. Қазып көрсе шығатын шығар, деді күмілжіп. Қойшының екі-үшті жауабына онша қанағаттана қоймады. Алтын көмбе туралы әңгіме кешкісін үйіне келгенде де ойынан шықпай қойды. Тәтті елеске ерік берді. Бір сәт өзінің құрттаған малдың шаруасымен әбігер болып жүрген пәкене тірлігінен жеріп кетті. Қайткенде де қазынаны тауып, аста төк байлыққа қарық болсам деп армандады. Қиялыда одан әрі шарықтап, Лондонның ең қымбат ауданынан вилла сатып алғаны, Париждің көшесінде Бугатти көлігімен серуендеп жүргені көз алдына келді. Түні бойы дөңбекшіп дұрыстап ұйықтай алмады. Ертеңінде таң бозында ерте тұрып, ауылдың шетінде тұратын ішкіш Темірханның үйіне тартты. Көшенің ең шетіндегі айналасына шеңгел өсіп кеткен қоржын тамның тепкішегінде Темірхан таң азаннан темекі тартып отыр екен. Әншейінде араққа ақша сұрамасын деп ұсынған қолын ала қоймай, бұрыла қашатын Ермұраттың құлқын сәріде үйіне өзі аяғымен келіп тұрғанына таңғала қарады. Ассалаумағалейкум Темаға, өзіңізде бір шаруам бар еді, деді ол өзінің жас кезіндегі биязы қалпына қайта еніп. Жанындағы тасқа отырып кетіп жайлаудағы жалғыз төбенің мән жайын бүкпесіз айтып шықты. Сол төбені жан баласына білдірмей екеуміз қазып көрсек деген бұйымтайын бипаздап жеткізді. Егер құнды заттар табылып, елеулі пұлға айландырса, ауылдың басына еңселі бір үй салып беретінін және астына машина мінгізетінін айтып емексітті. Ермұраттың Темірханды іздеуінің мәні бар. Жұрттың айтуынша, ол ертеректе археологиямен кәсіби айналысқан кәнігі маман. Алматыда арнайы оқуын тамамдаған. Бірақ айдалада жер қазудан жалыққан кезде жастықтың буымен анда-санда ащы сумен көңілін демдеп жүріп, әзәзілді бойына әбден сіңіріп алған, байқамай қалған. Содан қаңғалақтап жүріп осы ауылда қалып қойған. Бүгінде ауылдастары Темірханның бұл ауылға қашан, қандай жағдаймен келгенін есіне де алмайды. Әне бір жылдары 5 баламен жесір қалған Күлбағишаға үйленіп, ауылдың сиырын бағып, ел қатарлы өмір сүре бастаған. Кейіннен жаман әдетіне қайта басып, іздеп жүріп ішуге көшкенде Күлбағиш артынан бір теуіп қуып шықты. Енді міне, қожайындар бұрынырақта қалаға көшіп кетіп, ауылдың шетінде қараусыз қалған осы үйді паналап жүргеніне біраз жылдың жүзі болды. Темірхан Ермұраттың қойшыдан естігендерін төкпе жырдай термелеп отырған төбені іштей біліп отыр.
көз алдына осындай бірнеше жыл бұрын сол төбеге қатысты болған оқиғалар тізбегі зырғып өткендей болды. Әңгіме тізгінін өз қолына алу үшін түсіндім дегенде қолын бір сілтеді. Білемін ол төбені. Тарихшылар 8 ғасырда мекен еткен түрік соғдырлардың ежелгі қаласының орны екенін анықтаған. Төбе сол қаланың цитаделі болған. Бірнеше құнды артефактілер табылған деседі. Темірхан айтуын айтса да артефактіге қатысты сөзінің аяғын жұтып қойды. Ал қазынаның бары рас па? Қойшының естіген әңгімесінің жаны бар. Төбеде ерте дәуірде осы аймаққа билік құрған өте бір әулиелі кісінің сүйегі жатыр. Ел аузындағы аңыздарда сол жердегі қазынаның иесі деп саналады. Сондықтан археологтар ырымда бұл жерге көп жолай қоймайды. Ермұратты бұрын-соңды естіп білмеген терминдермен сабақталған тарихи деректер онша қызықтыра қоймады. Қойшының сандырағын қайталап бұл да оттай береді ғой, деп ойлады ішінен. Көкейін тесіп бара жатқан қазынаға тезірек жетсем деп тыпыршып отыр. Бірақ Темірхан асығар емес. Өзіне жақын саланың ой-қырын сары қымыздың сапырғандай баппен баяндауда. Жай жапсарды дестелеп жеткізсе де, әңгіме соңында ол жерді қазуға тіптен құлқы жоқ екенін ашық айтты. Оқиға былай болған еді. 95 жылы Темірхан Алматы маңындағы көне қорымдарды зерттеу жобасы бойынша шыққан топпен бірге қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан. Бір күні шаңқай түсте шатырларының жанына қара Мерседес машинасы келіп тоқтады. Көліктен мығым келген 3 жігіт түсіп, бұрыннан таныс адамдардай жайдары амандасып, жұмыстың жай жапсарын сұрасты. Үлкендеуі сөз бастады. Біз сізді жақсы білеміз. Сіз Темірхан Орынқұлов деген археологсыз ғой. Біз Алматыда антиквариат саудасымен айналысатын кәсіпкерлеріміз, деп таныстырды өздерін. Темірханның іші қылп ете қалды. Таямда қорымды қазу кезінде табылған әйелдердің көне әшекейлерін жанындағы жолдастарынан жасырын қалып, қаладағы таныстары арқылы өткізіп, азын-аулақ ақша тапқаны бар. Дәуде болса, солардың жол сілтеуімен келіп тұрғанын аңғарды. Мүмкін кәсіпкер атын жамылып қолға түсіруге келген прокуратура қызметкерлері шығар деген ойде келді. Сұрақтары күмәнділеу көрінгендіктен сұрақты төтесінен қойды. Иә, маған қандай шаруамен келіп тұрсыздар? Біздің сізге бір ұсынысымыз бар. Атын айтпай-ақ қояйық. Сіздің бір әріптесіңіз Тараз маңындағы ежелгі қала орындарын қазғанда біраз бағалы алтын заттар, көне монеталар тапқан екен. Жасырмай-ақ қояйық, оны біз қара базар арқылы жақсы ақшаға шетелге өткіздік. Археолог ағамыз ақысына мынандай бір Мерседес мінді. Оның маған қандай қатысы бар? Сіз кәсіби археологсыз және анда-санда қара археологиямен де айналысатыныңызды жақсы білеміз. Бізге сол төңіректі құпия түрде тағы да қазып көру керек болып тұр. Білетін адамдар біз өткізген алтын монеталардың әлі біразы табылу керек деп отыр. Қалған монеталарды сол таныстарыңыз арқылы аршып ала бермейсіздер ме? Өзімізде солай ойлағанбыз, бірақ ол кісі 3 айға Францияға тағылымдамадан өтуге кеткен екен. Біз күте алмаймыз, уақыт тапшы, ар жағында қыс келе жатыр дегендей. Темірхан әріптес туралы әңгіменің бәрі өтірік екенін сезіп тұр. Қара археологиямен айналысатындар өздерінің сенімді адамынан ешқашан айырылмайды. Бұлардың таңдауы тек өзіне түскенін аңғарды. Бір уақ жылдап жүріп табатын қыруар ақшаны 2-3 күнде уыстап қолына ұстағалы тұрғанын ойлап, алтын күрекке көбесі сөгілген қасат қардай аздап жіби бастады. Археологиялық орынды тиісті органдардың рұқсатынсыз қазғанымды білсе, ертең мені қудалайды ғой. Ол жағынан қам жемеңіз, бәрі құпия жасалады.
Қауіпсіздіктің бәрі қарастырылған және сіздің көлік жүргізбейтініңізді біліп, еңбегіңізге бір мерседестің құнын ақшалай төлесек деп отырмыз. Ол одан кейінгі жағдайды еске түсіргісі келмеді. Мистикаға бергісіз шынжыр қатар шым-шытырық оқиғалар оның өміріне қара дақ түсірген еді. Қазіргі сормаңдай жүрісіне сол түнгі оқиға себеп болды деп долбарлайды. Темірхан студент кезінде қатарластарының арасында зеректігімен ерекшеленетін. Қолы қалт етсе, кітапханадан табылып, шаң басқан сирек қолжазбаларды ақтарып, тарихтың қатар-қатпар қыртыстарына үңгіп, өзінше гипотезалар жасауға құмар еді. Біраз уақыт Таластың ежелгі тарихына бой сүңгітті. Талас ғазауатына қатысты ол деректер жадында әлі де сақтаулы. 8 ғасырда ежелден ата қонысына айналған Талас аймағын мекендейтін түрік тайпаларының арасында тұтанған алауыздық Қытайдың таң патшасының билеушілерінің батыс шекараны кеңейтсек деген зымиян жоспарларына да келген тұс болатын. Ішкі қырқыстарды едел-жедел пайдаланған қытайлар Жетісу өңірінен Шаш қаласына дейінгі алып аумаққа қол сұға бастады. Исламды жаңа қабылдап жатқан түрік тайпалары ара-тұра Талас, Шу өзендерінің бойында кіші қақтығыстарға барғанмен, ғазауат соғысын жариялап, шешуші ашық майданға шығуға әлі де дайын емес еді. Өңменде бүкпе тұсқа жетіп қалған жауға тойтарыс беру үшін қол астындағы халқына имандылығымен, әділдігімен танылған Талас билеушісі Тархан қаған мұсылман арабтардан көмек сұрауына тура келді. Мәуереннахрдағы ұлы орталықтардың бірін сақтап қалу үшін 100 мың әскер жорыққа жиналды. Қытайлардың да әскері осыған жете қабылтын. Талас өзені бойында 5 күнге созылған ұлы шайқаста түрік араб әскері қытайларға жойқын соққы беріп, ата мекенді қорғап қалды. Тархан қаған қиян кесті ұрыста шахид болған мыңдаған бауырларының иманын өзі үйіріп, көкірегі қарс айрылып, көзіне жас келді. Бір кезде қызыл жалқынданып барып бара жатқан күнге шағылысқан Талас өзеніне көз тікті. Күннің реңіне қарай суда қызарып кеткендей, өзеннің жалғасына барып, бісміллә деп қолын шаюға алақанына су толтырғанда ғана байқады. Шахидтердің суша аққан ғана араласқан Таластың суы да қып-қызыл қан түстес болып кеткен екен. Тархан қаған сол сәтте бұл дүниені тәрк етіп, Алла тағала жолында жанын құрбан еткен шахидтерден жаным артық емес деп, өзі отырған жерден қыл ет қаздырып, дәм тұзы таусылғанша жер астында дұға жасап өткен. Темірхан төбені қазарда ойына оралған осы оқиға денесін тітіркендіріп жіберді. Тарихи картография бойынша Қорым көне қаланың орны әрі шайқас өткен жермен тұспа-тұс келіп тұр. Мына күздің қара суығына бойы тоңази бастаған соң рюкзагіндегі жарты шөлмекті қылқылдатып жұтып алған. Металл іздейтін детекторын іске қосып төңіректі біраз аралап көрді. Бір кезде құралының жарығы жылпылдап дыбыс бере бастады. Кәсіби сезімталдығы не де болса бір құпия дүниеге тап келгенін аңғарды. Ол бұл орынды 3 күнде қазды. Ара-тұра қыш құмыралардың сынығы кездеседі. Қарайып кеткен ұсақ-түйек тиындар табылады. Әзірге аса құнды дәнеңе қолына ілікпеді. 3-ші күнгі жер қазуда бір жартылықты ұрттап жүріп, қас қарайғанын да байқамай қалыпты. Шатырының жанындағы ошаққа от тұтатып, күні бойғы берекесіз қозғалыстан бір сәт тыныстап отырған. Бір мезетте жанындағы төбеден ошақтағы оттың жалқыны тәріздес тағы бір жарық пайда болды. Көзін уқалап, орнынан тұрып анықтап тағы бір қарады. Төбе үстіндегі жарық
Енді адам бейнесіне еніп, құбылаға қарап, намаз оқып отырған ақсақалды көрді. Түс көргендей міз бақпай тұрып қалған екен. Ақсақал намазын оқып болып бетін сипады да орнынан тік тұрып Темірханға тесіле қарады. Ашулы жүзбен қолындағы аса таяғын Темірхан жаққа бір нұсқады да теріс бата жасап, кері бұрылып батыс жаққа аяңдап кетіп бара жатты. Көке, араққа ақша табу үшін көрде қазып жүрсіз ғой. Оның қасында мынау өзіңіздің сүйікті кәсібіңіз ғой. Оның үстіне басыңызға үй, астыңызға машина мінгізгелі тұрмыз. Айналайын бауырым, егер сен басқа жерді айтсаң, ақысыз айлап жатып қазуға да дайынмын. Бірақ шынымды айтамын, ол төбеге енді жоламаймын. Себебін де сұрама. Бәрін біліп тұрсаңыз, тым болмаса төбенің қай бұрышын қазу керектігін айтыңызшы. Өзім-ақ бітіремін бар шаруаны. Айт десең айтайын, бірақ ертең өзің өкініп жүрме. Төбенің құбыла жақ тұсында үлкен қызыл тас жатыр. Сол тастың маңайын бажайлап қарасаң, бұрыннан қазылған жердің орны бар. Ол бейіттің орны. Сол бейіттің ақым тұсына келгенде, оң жаққа қарай тағы 1 метрдей тереңірек қазып көр. Алдында металл детектор сол маңда көрсеткен. Бейбіт орнын қазарда мал шалып, қан шығарғаның дұрыс шығар. Ол өзі өте бір әулиелі жер. Темаға әлі де ойланарсыз, мүмкін бірге барармыз. Жоқ. Ермұрат Темірханның үйінен бұлқан-талқан болып шықты. Пышақ кескендей, оның үзілді кесілді жауабы қарадай жынын келтірді. Әуелгі есебі дұрыс шықпағандықтан ба, туа бітті иілгіштігінен ененің жасуындай да жұрнақ қалмады. Ақыр аяғында Темірханмен жазғы тұрымғы найзағадай шарпысып, аузына келгенін аямай ақтарды. Жол жөнекей де сыртынан сыбап, қаңғып келген осындай алқаштар ауылды бұзады деп жұрттың атынан сөз сөйлеп кеткенін өзі де байқамай қалды. Сол күні ымырт үйіріле Ермұрат құрал сайманын машинасына салып жалғыз төбеге барды. Қызыл тас төбенің етек жағында тұр. Фонариктің жарығымен маңайын бағдарлап көрді. Темірхан алдамаған екен. Жас топырақтың шашылған тұсына жақындап барғанда қазылған жердің орны үңірейіп тұр. Шұңқырға түсіп, едел-жедел іске кірісіп, күрегі батқан жердің топырағын сыртқа лақтыра бастады. Бұрын бала кезінде түн баласында түзге шыққанын өзінде елегізіп тұратын. Бұл жолы бойында ондай қорқыныш жоқ. Алтынның буы қорқынышынан басымырақ сияқты сезінді. Белуардан асқанда күрегі қадалған жерден жарқ етіп от шықты. Адамның бас сүйегі екен. Одан әрі есінде жоқ. Көзін ашса, киіз үйдегі төсекте жатқанын аңғарды. Сыртта мал қайырған еркектің айқайлаған дауысы естілді. Артынша үйге Керімбек бас сұқты. Ереке, амансыз ба? Қорқып кеттік қой. Мен бұл үйге қашан келдім? Ереке, түнде өткендегі төбенің жанынан атпен өтіп бара жатып, машинаңыздың жарығын көріп, кері бұрылған едім. Төбеге шығып қарасам, топырақтың үстінде сіз ес-түссіз жатыр екенсіз. Шошып кетіп, кеуде тұсыңызды тыңдап көріп ем, Құдайға шүкір, жүрегіңіз соғып жатыр. Дереу аттың алдына өңгеріп үйге алып келдім. Машинаңызды балалар осы жерге жеткізіп қойды. Шынымды айтсам, ештеңе есімде жоқ. Түнде есіңізді жинадыңыз. Балаларды ауылға дәрігерлерді алып келуге жіберейін деп едім, қарсы болдыңыз. Содан кейін таңға дейін тізерлеп отырып алып, біреуден кешірім сұрадыңыз.
Кешқұрым үйіне қайтты. Түнде түс көріпті. Ақ шапан киген адуынды ақсақал аса таяғымен басынан аямай ұрып жатыр екен. Өңіндегідей өңменінен өтер сөздер айтты. Әруақ атқыр, неге маза бермейсің? Қаншама шейіттің қаны төгілген жерді тонап болдың ба? Сол түн Ермұраттың тағдырын тас-талқан еткендей еді. Ертесіне жын ұрғандай денесі қалшылдап, демігіп, аузынан ақ көбігі бұрқырап, әсте-әсте естен танып қалуды шығарды. Бар жиған тергенін аямай шашып, мықты деген дәрігерлерге қанша қаралса да, сырқатының сырын тап басып ешкім айта алмады. Ең қиыны түнде ұйқыдан қалды. Төсегіне жантайып көзі іліне берсе, түсіне сәлделі ақсақал кіріп, кеңірдекке қол салып, қылқындыруды бастайды. Енді бірде үстіне ақ кебін киіп, күлпаршасы шыққан бас сүйекті жинап отырады. Ала сұрған айлар зымырап өтті. Қураған гүлдей құр сүлдері қалған Ермұрат көзін ашқанда, аурухана төсегінде Таңулы жатыр екен. Жанында жүрген ақ халатты еңгезердей жігіттердің әлпетінен есі ауысқандар жататын палата екенін долбарлады. Тыныштандыру үшін алдында ғана күре тамырына салған дәрінің күшінен тағы көзі ілініп кетті. Түс көріпті. Баяғы именшектей беретін жасықтау балалық шағы екен. Қабағы қатулы марқұм әкесінің жекіре сөйлеген сөздері еміс-еміс құлағына келді. Әруақты шошытып нең бар еді? Сенің мал жаныңның иесі, дәулетіңнің берекесі сол төбеде жатыр еді ғой. Не істедің балам? Енді тағдырың не болады? Ермұрат төсекке Таңулы жатқанын ұмытып, орнынан атып тұрып, кеште болса айғайлап кешірім сұрағысы келді. Әттең әл дәрмені жетпеді. Оқыған Жазира, каналға тіркеліп, үлпіл басуларыңызды сұраймын.